біздің партия бір палаталы парламентке көшу керектігін бұған дейін де бірнеше рет көтеріп айтып жүрген. Халық тікелей сайлайтын жоғарғы өкілді кеңейту, үкіметке бақылауды күшейту және сенімсіздік білдіру тетігін сияқты маңызды ережелерді Конституция деңгейінде бекіту керектігін айтып жүрміз. Жаңа ата заң мемлекеттің ең жоғарғы құндылықтары ретінде адам, оның өмірі, құқығы мен бостандықтары деп айқын бағдар беріп отыр. Бұл халық үніне құлақ асатын билікті нығайтып, билік тармақтарын өзара теңберін сақтауға, мемлекеттік институттардың жауапкершілігі мен қоғамның сенімін арттыруға негіз болады. Мемлекеттік әділеттік қағида орнығып, заң мен тәртіп үстемдігі құрып, баршаға тең мүмкіндік көзделген. Білімге, ғылымға, технологиялар мен адами капиталға басымдық беретін жаңа экономикалық даму логикасы толық бекиді. Заман талабына сай азаматтардың цифрлық ортадағы құқықтары қорғалады. Ең бастысы, елдің егемендігі, унитарлығы, аумақтық тұтастығы мызғымас қазық ретінде шегеленді.